Біз Жамбыл облысы Тараз қаласына қарасы номер 5 мектеп гимназиясындамыз. Мектеп Әулиеата қалалық кеңесінің шешілуімен 1934 жылы 25 қыркүйекте тұңғыш қазақ мектебі болып ашылған. 1938 жылдың 1 маусымында халық поэзиясының ақыны Жамбыл Жабаевтың есімі берілген 80 жылдық тарихы бар мектеп ең алғаш 79 оқушыны қабылдап 6 мұғалім дәріс берген. Осы уақытқа дейін 7000-нан астам шәкірт тәрбиелеп мектеп ұясынан ұшырған. Қазіргі түлектері жоғары салада жұмыс жасайтын елдің азаматтары. Біздің мектебіміз облыстың қара шаңырағы. Мұнда Шерхан Мұртаза, Қаратай Тұрысов, Мырзатай Жолдасбеков сияқты үлкен Қазақстанның аптал азаматтары оқып шыққан. Ол бізге үлкен мақтаныш. Мінекей, соның негізінде бізде қазір сол кісілердің ізіменен бара жатырмыз. Сондай-ақ мынау мәңгілік еліміздің болашағы білімді ұрпақ деп елбасымыз көрсеткендей, мектеп ұжымы осы тәуелсіз мемлекетімізге лайықты жастарды тәрбиелеуде бар күш-жігерін салуда. Талапты шәкірт пен білімді ұстаздың бірлесе еткен еңбегі белгілі бір нәтижеге жеткізері хақ. Әрбір шәкірт өзі қалаған мамандыққа қол жеткізіп, өмірден өз орнын табуға ұмтылады. Тәжірибелі ұстаздар оқушыларын жыл сайын ғылыми жоба байқауларына, жыр жарыстарына қатысып, бақтарын сынатады. Тарихы 83 жылдық ауқымды құрайтын ұлы мектепте үлкен республикалық турға жиналатын облыстық кезең өтті ғылыми жобалар сайысынан. Сол ғылыми жобалар сайысында әдебиет секциясы бойынша Бауыржан Момышұлының поэзиясындағы ұлттық рух және тәуелсіздік идеясын үндесу атты тақырыбында бірінші орынды иелендім. Шәкірттің мектебіне, ұстазына деген алғысы оның білім жолындағы жеңісімен қоса еңбекқорлығы, ұлтжандылығы, өнері биік шыңға жетелейді. Мен Испания еліне барып, Қазақстан намысын қорғап бірінші орынға ие болдым. Және де Турция еліне барып үшінші орын, және осы 2 жыл бұрын Латвия еліне барып, Қазақстан намысын қорғап гран-при иеленген болатын. Және де осы Қазақстандағы үлкен байқаулардың бірі Бала Турквижн байқауына қатысып, Жамбыл ауданының намысын қорғап, 3-ші орынға ие болған. Рухани жаңғыру мақсатымыз, жүлде алмайды тұлпардан басқатыңыз. Нұр-Сұлтанда елбасы тұрған кезде шыға берер әлемге жақсатымыз. Күш-жігерін барша өңір үйіп төкті. Бұл мақала ұлтымызды рухты етті. Елбасының бұл игі бастамасы мәртебесін қазағымның биіктетті. Москваны біздің қазақтың жігіттері қорғаған. Сондықтан да мен өзіміздің ата-тектегі ата-бабаларымыздан Бауыржан Момышұлын бізге осылай рухани байлық тастап кеткенін, қазақтың намысын, даңқын, атын шығарып кеткен адамдармен мен мақтан етемін. Саналы тәрбие беру жолында игі мақсатты ұстанған ұлағатты ұстаздар шәкірттеріміздің жетістігі тынбай ізденуі мен еңбектенуінің нәтижесі дейді. Оған дәлел мектеп абыройын көтеріп жүрген жас ақын, таланты мен дарыны тасып тұрған 6-шы сынып оқушысы Нұрасқан Рыстай. Елбасымен біргеміз. Көркейе түсті бүгінде халқымыздың тірлігі. Арта түсті бақ қонып еліміздің бірлігі. Құрылыс салып жерге ген, елдің жайын көздеген, ерлігі ерен елбасы беделі биік өзгерен. Мектеп кеме, білім теңіз демекші. Біз өмір сүріп жатқан кезең білім ғасыры деп білетін Жамбылдың жас жеткіншектері еліміздің болашағы жастардың мына біздің қолымызда деп жалындап тұрған. Көздерінен от көрінер, болашағы айқын, мақсаты нық, келешегі кемел шәкірт болып тәрбиеленуде. Осы орайда тәрбиелі тұлға қалыптастырып жатырған Жамбыл Жабаев атындағы номері 5 мектеп лицей гимназиясының үлгілі ұстаздарына айтар алғысымыз шексіз. Ботагөз Бекмаханова, Нұрсұлтан Ескендір, Жамбыл облысы Тараз қаласынан арнайы білім айнасы үшін.